Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге дәмі өте керемет трайфл дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызға қантымызды қосып араластырамыз. Сүтіміз бен су майымызды қосамыз. Ұнымызға какао, қопсытқыш, ас содасын қосып, құрғақ қоспамызды араластырып аламыз. Сұйық қоспамызға қоса отырып араластырамыз. Үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып араластырып аламыз. Өзіміздің қалаған формамызға майымызды жағып, қоспамызды салып, духовкада 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Бисквитімізді суытып аламыз. Өзіміздің қалаған ыдысымызға бисквитімізді ұсақтап салып шығамыз. Кремін дайындауға қант ұнтағына сливкімізді қосып миксерлейміз. Қоюлана бастағанда творожный сырымызды салып, миксерлеп, қоюланғанша араластырамыз. Бисквитіміздің үстіне кремімізді жағып шығамыз. Холодильникке 15-20 минутқа қоямыз. Шоколадымызды микроволновкаға ерітіп аламыз. Еріген шоколадымыздың үстіне сливкімізді қосып араластырамыз. Кремнің бетіне құйып шығамыз. Бетін өздеріңіздің қалауларыңызбен әдемілеп шықсаңыздар болады. Аздап грек жаңғағын септім.
Trifle'ımыздың дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар.